Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге дәмілама рецептін ұсынамын. Өте дәмді шығады. Осы рецептпен үйде жиі жасаймын. Өте жұмсақ шығады. Ең алдымен сәбіздерін турап қоямын. Бізге қажет болады 2 штук сәбіз. Сәбізімізді осылай етіп турап аламыз. Және 1 дана болгарский перец қосамыз. Пияздан 2 дана қосамыз. Пиязымызды осылай тураймыз. Ал енді тамағымызды бастаймыз. Сұйық майдан жарты стакан құямыз. Құйрық майдан 60-50 граммдай осылай салып қоямыз. Қойып шығамыз. Және етімізді саламыз. 1 килограммдай ет қосамыз. Осылай салып шығамыз. Және пиязымызды саламыз. Сәбізімізді, болгарский перецімізді осылай етіп салып шығамыз. 1-2 дана лавровый лист және 3-4 дана қызанақ саламыз. Жарты ас қасық тұз саламыз осылай етіп. Сарымсағымызды ортасына қоямыз. Жанына картошкамызды салып шығамыз. Бетіне көк шөптерімізді салып шығамыз және қарабұрыштан шымшым қосамыз. Қызыл бұрыштан да шымшым салып шығамыз. Және паприкадан жарты шай асық саламыз. 1 ас қасықтай томат қосамыз. Оған жарты пиала мұздай су құямыз. Араластырып құйып шығамыз. Және тағы да бетіне қызанақ қоямыз. Енді бетіне 40 қабатты салып шығамыз осылай етіп. Бүкіл жеріне бетіне салып шығамыз. Картошкамызды жабамыз осылай барлығын көрсетпей. Тұздан жарты астық салып шығамыз. Орта отта 1 сағат 20 минут қалдырамыз. Тамағымыз дайын. Ыдысымызға салып, жасыл шөптен осылай қойып шығамыз. Иісі, дәмі деген өте керемет. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Достар, егер мен рецепт ұнаса, менің парақшама қосылып, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.